Әне-міне дегенше Рамазан айы да өте шықты. Осыдан бір ай бұрын ораза тұтуға ниеттенген сабырлы адамдар үшін де, күннің ыстығын қиын сындарған үшін де бір ай артта қалып, айт күндері келіп жетті. Рамазан айы өті де кетті, ал артта не қалды? Ораза тұтушылар Алла алдындағы міндеттерінен құтылды. Дін ғалымдарының айтуы бойынша, жәннаттың Райян деген есігінен кіру мәртебесіне ие болды. Алла қаласа ақыреттің ауыр сұрағы мен азабынан аман қалады. Күнәлары кешіріліп, рухтары бір жаңарып, жүректері тазарып қалады. Олар рухтарымен қатар тәндерін де артық заттардан тазартып алды. Тәндерінің зекетін беріп, келесі жылға дейін бәле-жәледен өздерін құтқарып алды. Сондай-ақ ораза тұтқандардың ауызашар сәтіндегі дұға тілектері қабыл болатындығы уәде етілген. Оразаға шамасы келе тұра тұтпағандар ше? Бір мұсылман баласының жоғарыда игіліктерден қорқалуының өзі үлкен өкініш емес пе? Құлқынның айтқанына құлақ тұрып, Алланың осыншама сый-сияпатынан қорқалу дұрыс па? Өткен ораза өтті ғой, енді айтудың не реті бар деген ойдың келуі де ғажап емес. Алайда біз бұрынғы иманы кәміл әрі бекем ата-бабаларымыздың ісінен ғибрат алғанды жөн көрдік. Олар оразаның соңына қарай осындай қасиеттерді айдың өтіп бара жатқанына қамығады екен. Дәл бір қимасымен қоштасқан жандай. Ораза өткеннен кейін де осы оразаның қалдырған әсерін жалғастырып, құлшылыққа деген құлшыныстарын жоғалтпайды екен. Келесі жылдың оразасына да ерте бастан әзірлік жасап, жыл бойы Рамазан айының рухын бойларына ұстайтын болған. Бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям, егер адам баласы Рамазан айының мәнін лайықты түрде түсіне білсе, жылдың бастан аяқ Рамазан болуын қалар еді деген хадисінде туындаса керек. Айт қуаныш пен көңіл көтеру күндері, бірақ бұл қуаныш жай бір ермек іздегендердің көңіл көтеру емес. Керісінше Алланың бұйрығын аман-есен орындап, оның уәде еткен сыйларына қауышуды үміт еткен нағыз еңбекқор, бойсұнғыш мүмін пенделердің қуанышы. Айт сөзі мейрам, мереке дегенді білдіреді. Сондықтан айт күндері қуаныш пен көңіл көтеретін күндер. Адам бойындағы барлық ұлы сезімдердің тасып толқитын, сыйластық пен сүйіспеншілік сезімінің мұсылмандар арасында барынша жайылатын сәттерінің бірі. Бұл күндерде аралас құраластық пен бір-біріне қолбағыс етулерінің ең жоғарғы деңгейге шығады. Айт адамдарды жақындастырып, біріктіруде ең күшті құрал. Тіпті айт күндеріндегі құттықтаулар мен сый-сияпаттар тек қана тірілердің арасында қалып қоймай, өмірден озып, қабірлерінде дұға дәм еткен марқұмдарға дейін ұласып жатады. Бағышталған дұғалар мен олардың рухтары да шат-шадыман болып қалары сөзсіз. Ораза және құрбан айттары пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям Меккеде Мадинаға көшуінің 2-ші жылынан кейін тойлана бастады. Рамазан оразасы да осы жылы алғаш рет парыз етіліп, осы айды оразамен өткізген мұсылмандар Рамазаннан кейінгі Шәуәл айының алғашқы 3 күнін айт ретінде мейрамдаған болатын. Сондықтан бұл мейрамға ораза айты делінеді. Айт намазын оқу уәжіп. Жұмаға бару уәжіп болған адамға айт намазы да уәжіп саналады. Айт намазының уақыты күн найза бойы көтерілгеннен кейін басталады. Ораза айт күндері мисуак қолдану, осыл алу, иісті нәрселерді себу, ең әдемі киімдерін кию сүннет амал. Ораза айтта намазға дейін тәтті нәрсе немесе құрманы санын тақ етіп жеген жақсырақ. Бурайда радиаллаху анху былай дейді: Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям Рамазан айтында дәм татпай үйден шықпайтын, ал құрбан айтында намаз оқығанға дейін еш нәрсе жемейтін. Айт намазға барарда бір жолмен, қайтарда басқа жолмен жүру мустахаб. Айт күндері мешітке барғанда айт намазының алдында және одан кейін де мешітте нәпіл намаздар оқылмайды. Сондай-ақ айт түндерінің ғибадатпен өткізген адамда үлкен бақытқа қауышпақ. Хадис шарифте былай делінеді: жүректер өлетін күні айт түндерінің ғибадатпен өткізген адамның жүрегі өлмейді. Ораза айты Рамазан айындағы Алланың жарылқауы мен кешіріміне қауышудан туындайтын қуаныштың көрінісі. Пенделердің күнәларының кешірілгендігін періштелер сүйіншілейді екен. Бұл жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям ораза айты күні таңертең ертеме періштелер жолдарға сыймай кетеді. Олар: «Уа, мұсылмандар қауымы, жомарттығы шексіз Раббыларыңның мейіріміне асығыңдар. Ол өте көп жақсылық пен сый жасаушы» деп дауыстайды. Осы сәтте мұсылмандарға көптеген сауаптар беріліп,
Сендер түнде ғибадат жасауға әмір етілген едіңдер, оны орындадыңдар. Сендер күндіз ораза тұтуға әмір етілген едіңдер, ораза тұттыңдар. Раббыларыңа бойсұныңдар, енді сауаптарыңды алыңдар делінеді. Айт намазын оқып болғаннан кейін бір үн қатушы былай дауыстайды: сендерге сүйінші, Раббыларың сендерді кешірді. Тура жолды тапқан күйлеріңде үйлеріңе оралыңдар. Бүгін аспан әлемінде марапаттау күні болып жарияланды. Міне, осындай жаратушы иеміздің ісінен ғибрат алып, біздердің де кешірімділікке ұмтылуымыз тиіс. Яғни кешірімді болу, өзгелерге кеңшілік жасауға ұмтылған абзал. Сол үшін де айт күндерінде араздасқан, ренжіскен адам қалмау керек. Негізінде ренжіскен адамдар айтты күтпестен тез арада татуласуы шарт. Араздасқан жағдайда да 3 күннен артық көпке созылмауы керек. Айттық кәде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өсиеті. Айт күндері қуаныш пен көңіл көтеру күндері болғандықтан, әртүрлі шариғатқа сай көңіл көтеретін іс-шаралардың ұйымдастырылуы құба-құп. Балаларға да айттың қуанышын сезіндіру үшін осындай орындарға алып баруды ата-аналарға ұмытпаған жөн. Айттың мәнін келтіретін істердің бірі мұсылмандардың бір-біріне сый тарту жасаулары. Себебі айтта мұсылмандардың бір-бірімен татулықтарын арттыру мерекенің негізгі сәні. Осы мақсатта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір-біріңе сыйлық беріп татуласыңдар. Бір-біріңе берген сыйлықтарың араларыңдағы өшпенділікті жояды деп өсиет еткен. Біздегі айттық кәдесінің де осы өсиеттен туындағаны сөзсіз. Рамазанның 30 күн оразасын аман-есен өткізіп, Шәуәл айының алғашқы 3 күнін айттап мейрамдаған мұсылманға Шәуәл айында сауабы мол тағы бір амал бар. Ол Шәуәл айында ұсталатын 6 күн нәпіл ораза. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кім-кім Рамазан айының оразасынан соң Шәуәл айының 6 күн ораза ұстаса, 1 жыл ораза ұстағандай болады деп осы мол сауапты сүйіншілеген. Ал қаза оразасын ұстап, нәпіл ораза ұстауға уақыты жетпей қалған адамдар үшін де Шәуәл айының уәделі сауабы үміт етіледі. Олай болса, Алла тағалаға Рамазан айында күнәларымыздың кешірілуін және келесі жылғы Рамазанға оразадағы осы құлшылық сезімдерімізді жоғалтпай жетуді нәсіп етсін. Пайдалы ақпарат алған болсаңыз, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алла тағала баршаңыздың дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Амин.